Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ағзадағы артық суды шығару жолдары туралы болмақ. Егер таразыдан бірнеше артық килограммды байқасаңыз, асығыс шешім қабылдамаңыз, себебі кей себептерге байланысты ағзада сұйықтық тұрып қалуы мүмкін. Бұл кезде дене өз тонусын жоғалтқан секілді көрінеді. Не үшін ағзада сұйықтық жиналады және оны қалай шығаруға болады? Егер еш себепсіз ісінетініңізді жиі байқасаңыз, дәрігерге көрінген абзал. Бірден жүрек пен бүйректерді тексертіп, мүмкін патологияларды анықтап алу керек. Ісінудің тағы бір себебі дұрыс тамақтанбау. Кей сусындар мен азық-түлік топтары ағзадағы сұйықтықты тоқтата алады. Сонымен ағзадағы артық сұйықтықты шығару жолдары. Бір қызығы, ісінуден арылудың ең жақсы әдісі ағзаны жеткілікті су мөлшерімен қамтамасыз ету. Күніне 2,5 литр су ішуге тырысу керек. Ағза суда еш кемшілік жоғына үйренген кезде ол сұйықтықты ұстауды доғарады. Ағзадағы артық суды шығарудың тағы бір әдісі рационнан тұзды алып тастау немесе оның мөлшерін барынша азайту. Тамаққа және салатқа қосатын тұздан басқа, дүкенде сатылатын дайын өнімдердің құрамында да тұз өте көп болатынын ескеріңіз. Рационға көбірек қарапайым және табиғи тамақ қосыңыз. Жемістер, көкөністер, жармалар мен ірі тартылған ұннан жасалған нан мәзірді түрлендіруге көмектесіп, пайдалы емес тамақтарды ауыстыра алады. Құс еті мен балық, жұмыртқа және сүт қышқылды өнімдер ақуыздың тәуліктік нормасын алуға және ұзаққа дейін тойымды жүруге көмектеседі. Шөптерден жасалған шай ішу арқылы ағзадағы сұйықтықты жылдам шығаруға болады. Жалбыз, мелиса, итмұрын, қызыл жидек, зере, алманың кепкен қабығы және қайын жапырағы ісінуден арылуға ықпал етеді. Ол үшін олардан шай қайнатып, оны күні бойы ішу жеткілікті. Бүйрекке арналған шайлар аяғыш әсерімен белгілі және жанама әсер тудырмайды. Көкөністерден қажет әсерді қияр, кәді, қызылша, орам жапырақ, картоп, асқабақ және баялды береді. Ісінуге қарсы жемістер ол алма, шабдалы, құлпынай және бүлдірген. Кепкен өрік, мейіз және өрік секілді кепкен жемістер де көмегін береді. Тұз қосылған ванна демалуға және босаңсуға ықпал етіп қана қоймай, ағзаның артық судан арылуына көмектеседі. Жақсы әсер болуы үшін ванна қабылдарға дейін 2 сағаттай ештеңе жемеген және ішпеген дұрыс. Ваннаны 38 градустан аспайтын суға толтырып, оған жарты килограмм тұз немесе 200 грамм ас содасын салу ұсынылады. Мұндай ваннада шамамен 10 минут жату керек. Процедура аяқталған соң денені сүлгімен шамалы құрғатып, көрпенің астында 40 минут жату керек. Содан соң душқа шайынып алыңыз. Тағы да 1 сағаттай ештеңе жемеу және ішпеу керек. Әдетте, мұндай ваннадан соң дене жарты литрден көп сұйықтық жоғалтады. Артық сұйықтықтан арылуға көмектесетін тағы бір тиімді әдіс моншаға бару. Моншада дене ұсақ тесіктер арқылы біраз сұйықтық жоғалтады. Сусыздану болмас үшін су тепе-теңдігін қалпына келтіруді ұмытпаңыз. Ол үшін процедуралар арасында шөптер шайын ішіп отырыңыз. Монша алдында залда жаттығып алсаңыз, өте жақсы нәтиже байқайсыз. Осымен достар, бүгінгі тақырыбымыз өз соңына жетті. Өз ойларыңызбен видео астында бөлісе аласыздар. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше.